Бәріңе сәлем, байланыста жұмбақ әлем. Әдетте ұзақ өмір сүрген адамдар қатарына жасы 90-нан асқан адамдарды жатқызады. Мұндай жағдайларды Гиннестің рекордтар кітабы сияқты ұйымдар тіркеп отырады. Адамзат тарихында нақты қанша адам 100 жастан асқаны туралы деректер аз. Дегенмен 20 ғасырдан бастап тіркелген мәліметтер жетерлік. Ендеше тізімді Жанна Кальманнан бастайық. Франция тұрғыны Жанна Кальман 1875 жылы туып, 1997 жылы 122 жасында қайтыс болды. Бұл кісі бүкіл өмірін Францияның Арль қаласында өткізді. Жаннаны салауатты өмір салтын ұнататын адам деп айтуға келмейді. Ол 95 жыл бойы көру қабілетін жоғалтқанына дейін темекі шеккен. Бірақ Жанна көп жемістер жеп, тамақты зәйтүн майымен дәмдеп отырған. Мүмкін оның ұзақ өмір сүруінің құпиясы осы шығар. Оның үстіне ол 100 жасына дейін велосипедпен серуендеп, фехтованиямен айналысты. Джон Смит, ол 19 бен 20 ғасыр аралығында Миннесота штатында өмір сүрген. Джон үнді ақ қасқыр атты тайпаның көсемі ретінде де танымал. Ол бұрын-соңды ең ұзақ өмір сүрген үнділік болып есептеледі. Смит өз уақытында танымалдылыққа ие болып, ашық хаттар үшін жиі суреттерге де түскен. Оның өмір бойына 8 әйелі және бір ғана баласы болғаны белгілі. Джон Смит 1922 жылы 6 ақпанда 138 жасында пневмониядан қайтыс болды. Сара Кнаус, ол 1880 жылы дүниеге келіп, 1999 жылы 119 жасында қайтыс болды. Ол Американың Пенсильвания штатында тұрды. Сара ұзақ уақыт бойы сақтандыру менеджері болып жұмыс істеді. 117 жасында ол сол кезде өмір сүрген ең қарт адам болғаны белгілі. Сара Кнаус Құрама Штаттар қатысқан 7 соғыстан аман қалған. Оның жалғыз қызы Кэтрин де ұзақ өмір сүрді. Ол 2005 жылы 101 жасында қайтыс болды. Жапондық Кане Танака 2018 бен 2022 жылдар аралығында ол әлемдегі ең қарт адам ретінде тіркелді. Кане Танака 1903 жылы туылған соңғы адам. Бұл әйелдің өмірі әртүрлі оқиғаларға бай болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол күйеуімен бірге шелпек пен кеспе сататын дүкенде жұмыс істеді. 46 жасында әйел ұйқы безінің қатерлі ісігін жеңіп, 63 жасында зейнетке шықты. Кане Танака 2022 жылы 119 жасында қайтыс болды. Ямайкалық Вайолет Браун. Ол 1900 жылы 10 наурызда дүниеге келіп, 2017 жылы 117 жасында қайтыс болды. Мектепті бітіргеннен кейін ол ақсүйектер үйінде қызмет етті. Кейін тұрмысқа шығып, жолдасымен бірге фермада жұмыс жасап, қант қамысын сату арқылы ақша тапты. Тіпті 113 жасында оның денсаулығы мен есе сақтау қабілеті жақсы болды. 115 жасында ол балтақтың көмегімен жүріп, көзілдіріксіз оқи алған. Ол өзінің ұзақ өмір сүруінің құпиясы еңбек пен кокос соусы деді. Вайолет Ямайкадағы ауруханалардың бірінде қайтыс болды. Бүгінге айтарым осы. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.